Шуақты күндер. Зейнеп Ахметова. Ержан дүниеге келген күннің ертесіне палатаның есігі ашылып, құшаққа зорға сиятын түрлі түсті раушан гүлі, содан кейін аласа бойлы жап-жас қазақ қыздың жүзі көрінді. Гүл шоғының үлкендігі соншалық, палатадағы бәріміз таң қалып қарадық та қалдық. Осыншама гүл бір адамға арналған деп те айтуға болмайтын еді. Ол кезде қазіргідей гүлден аллергия болады деп қорықпайтын, дәл мынандай құшаққа әрең сиятын болмағанмен, сыйға келген бір шоқ гүлде қабылдай беретін. Ахметова кім деді гүл құшақтаған қыз. Мен дедім, жүрегім аузыма тығылып. Атам келді ме? Күні бүгінге дейін неге бірден солай сұрағанымды өзім де білмеймін. Әйтеуір мынау оқшау сыйлық басқаның қолынан келмес еді. Үлкен кісінің өзі келді. Қасында бір бұйра шаш жігіт бар. Сізге ұқсайды, ініңіз емес пе? Бір адамға мұндай көп гүлді алуға болмайды. Бірақ тұтас алмауға қорықтым. Бұрын ол кісіні бір-ақ рет сыртынан көріп едім, бүгін жап-жақын жерден көріп сөйлестім деп, танауы желпілдеп, гүлді құшақтаған күйі атаны көрген қуанышын жасыра алмай тұр. Ой, кешіріңіз, сізге арналған хат бар, деп халатының қалтасынан 4 бүктелген қағазды алып берді. Балам, немеремнің бауы берік болсын. Атаң, 17 тамыз 1969 жыл. Жалғыз сөйлемді қайта-қайта оқимын. Адам өміріндегі ұмытылмастай болып көрінетін талай қуаныштар уақыт өткен сайын көмескіленіп кете барады. Ал атам жазған жалғыз сөйлем күні бүгінге дейін менің жүрегімді шаттыққа бөлейді. Баға жетпес асыл қазынадан артық сол бір жапырақ қағаз әлі сақтаулы. Ержан кейде, мама, мен туғандағы гүлді айтып беріңізші деп өтінетіні бар. Талай рет естіген әңгімесі, сонда да өзі өмірге келгенде атасының қалай қуанғанын тағы бір рет тыңдағысы келіп тұрады. Соншама гүлді шелек болмаса, біздің палатаға ыдыстардың біреуіне де салу мүмкін емес. Егер қазір еденге шашып жіберсе, гүл кілем төселіп шығар еді. Жаңағы қызға бір шоғын ұсындым. Рахмет, тәте, Момышұлының қолы тиген гүл деп апама апарып көрсетем деп қуанып шығып кетті. Палатадағы менен өзге 3 әйелге де бір-бір шоқтан бөлдім. Дабырлап жатқанымыздың үстіне келген дәрігерге әйелдер гүлдің жайын баяндап жатыр. Дәрігер басын шайқап, гүлдерге таң қалып қарап тұр. Ол кісіні де құр қол шығармадық. Гүл алушылар мұнымен біткен жоқ. Гүлдің тарихы перзентханаға лезде тарап кеткен екен. Басқа палатада қазақ келіншектері сәбилеріне ырым ғып гүл сұрап келіп жатты. Әйелдің ырымшыл келетін әдеті емес пе? Жақсылыққа жорып келіп тұрғанда ақмақ болмасаң қалай көңілін қалдырасың? Иә, бұл күн қуаныш, мақтаныш сезімі арнасын асып төгілген бақытты күн еді. Көңілім шалқып жатып бір нәрсеге қайран қалдым. Гүл жалғыз маған арналмаған сияқты. Ана деген асыл атаққа ие болып, өмірге адам әкеліп отырған осындағы келіндердің бәріне жіберілген сыйлық көрінді. Біз үйге шыққан соң атам немересін көруге келді. Астапыралла, мына бір жапырақ қызыл шақа ғой. Момышұлы 3-шінің бар келбеті осы ма деп бәрімізді күлдірді. Содан кейін апама қарап, балаға сіз көмектеспесеңіз, мыналар баға алмайды, өлтіріп алады деп тарс еткізді. О не дегенің, Бауке? Әкесін баққанда баласын неге бақпайын? Немереңді қызыл шақа дейсің. Бақыт көк бақа болатын. Басында шашы да жоқ, әлсіз туылып еді. Ол кезде өзің фронттасың, көрген жоқсың ғой. Міне, Алпамсадай жігіт болды. Амандық болса, немерең әлі де жетіліп кетеді, деді апам. Мен сізге өмір бойы қарыздармын. Атамның қасының ортасы түйіліп, даусы кінәлі адамдай сәл күмілжіп шықты. Әкем-ау, арамызды алыстатпайтын дәнекер осы балалар емес пе? Бақыт бауырымның жалғыз көзі, құрттайынан қолымда өскен балам, қайдағы қарызды айтып. Апа. Атам апамның сөзін аяқтатпады. Даусы қаттырақ шығып кетті. Бәріміз ыңғайсыз бірдеменің бетін ашып алғандай үнсіз қалдық. Атамның апапа деп отырған адамы туған қайынбекесі. Бақытжанның анасы Бибіжамалдың әпкесі Бибінұр дейтін көпке сыйлы қадірлі адам.
Атаның жастай өлген Шолпан деген қызының аппақ апаға тілі келмей апапа деп атап кетіпті. Содан атаның өзінен бастап күллі туған туысқан жекжат жұрат қазақтың талай ақын жазушылары әйтеуір үлкен кішінің бәрі осылай атайды. Атамның апама қарыздармын деп отырғанының өзінше мәні бар. Бақытжан туғаннан бастап апаға аз салмағын салмаған. Әсіресе мамасы қайтыс болған соң жалғыз сүйенер осы кісі болған. Бақыт апамды анам, мамам дейді. Мен туған енемді көрген жоқпын. Өз анам да мен тұрмысқа шыққаннан кейін 1 жылдан соң дүние салған. Туған анамның да енемнің де орнын жоқтатпай отырған тәрбиешім, ақылшым осы апам. Бұл өз алдына үлкен хикая, сондықтан тек таныстырып өттім. Апам әлгіндегі ауыр үнсіздікті бөліп, әңгіме тақырыбын басқа арнаға бұрып жіберді. Немереңе ат қойып бер. Балалар өзіңді күтіп, атасы қойсын деп отыр. Атам ойланып қалғандай болды. Мен Москваға бара жатырмын. Қазір аяқ астынан қалай болса солай бірдеңені қоя салуға болмайды. Адамның аты иттің кличкасы емес. Ойланып өзім хабар берем. Жарайды деп біз қалдық. Хабарласам деп атам кетті. Ол кезде қазіргідей туыла салып атын қойып, перзентханадан куәлігін алып бірақ шықпайтын. Баламыз аты да жоқ, кім екенін дәлелдейтін қағазы да жоқ, айға жуық жатты. Уақытша бірдеме деп атау керек қой. Мырқымбай дейміз. Мультфильмдердің кейіпкерлерінің атымен Умка, Чиполлино, Гау-Гау дейміз. Әйтеуір қоймаған атымыз қалмады. Бір күні атадан хат алдық. Хатты маған арнап жазыпты. Балам, мені сыйлағаныңа рахмет, жолымды саған бердім. Атын өзің қойғын. Марқым Жамал мен соғыста жүргенде Бақытжанның атын өзі қойған. Балаға туған анасынан жақын ешкім болмайды. Ал саған перзентіңнің қаншалық қымбат екенін дәлелдеудің қажеті жоқ. Атаң, гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлы. 12 қыркүйек 1969 жыл. Мен немересінің атын Ержан қойдым. Кейін атам, бұл да жан болды ма? Бірақ қазаққа тән жақсы есім деді.